Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен творожный кекстің рецептімен бөлісетін боламыз. Бұл өте оңай әрі тез, әрі қолжетімді заттардан дайындалады. Ең алдымен бізге керек заттар: сүзбе, ұн, қант, ас содасы, сұйық май және де жұмыртқа. Ең бірінші бізге керекті тұсымызға сүзбемізді саламыз. Және оның үстіне қантымызды саламыз. Және де жұмыртқаларымызды саламыз. Және бұлардың бәрін жақсылап блендермен езіп шығамыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Енді оның үстіне ас соданы саламыз және де ұнымызды саламыз. Оны да араластырамыз. Міне, бізде осындай масса шықты. Енді оны силиконды ыдысымызға саламыз. Енді оны 170 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің кексіміз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Жадыра мен Үміт.